Құрметті студент мырзалар, бүгінгі сіздердің назарларыңызға қылмыстық құқық бұзушылық құрамы тақырыбындағы және қылмыс құрамының элементтері, қылмыстың объектісі, қылмыстың объективтік жағы, қылмыстың субъектісі, қылмыстың субъективтік жағы бойынша жалпы дәріс, бағыт-бағдар дәрістерін айтып өтеміз. Әрине, қылмыстық құқықтағы ерекше орын алатын негізгі элементтердің бірі қылмыстық құқық бұзушылық құрамы. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы дегеніміз бұл қалай түсінеміз? Жалпы қоғамдық қауіпті әрекетті қылмыстық құқық бұзушылық ретінде сипаттайтын заңмен белгіленген міндетті түрдегі объективтік және субъективтік белгілері. Объективтік, субъективтік белгілері дегеніміз бұл өз кезегінде объект, объективтік жағы, субъект, субъективтік жағы деген элементтерден тұрады. Қылмыстық кодекстің 4-ші бабында негізгі бір жауаптылықтың бірден-бір негізі де бұл қылмыстық құқық бұзушылық құрамының осы объективтік, субъективтік белгілерін сипаттайтын қылмыстық құқық бұзушылық құрамы деп атап өтеді. Бұдан басқа негіздер болуы мүмкін емес. Сондықтан да қылмыстық жауаптылыққа тарту барысындағы ең бір негізгі элементтері осы қылмыстық құқық бұзушылық құрамын сипаттайтын объективтік және субъективтік белгілері болып табылады. Кез келген жауаптылықты қылмыстық құқықтың ерекше бөлімдегі баптарды қарағанымызда, онда заң шығарушы қандай да бір тыйым салынған іс-әрекеттерді көрсетеді. Ондай іс-әрекеттер жасаған уақытта оған тағайындалатын жазаның түрлерін қарастырады. Ал енді біз осы іс-әрекеттер бойынша сол құқық бұзушылықтың құрамы бар ма, жоқ па деген сұрақтарға жауап беру үшін міндетті түрде осы 4 элементті сипаттайтын белгілердің жиынтығын болуын зерделеуіміз қажет. Кез келген қоғамға қауіпті іс-әрекетте қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілері болуы мүмкін, бірақ қылмыс құрамының сипаттайтын белгілердің жоқтығына байланысты көп жағдайда қылмыстық жауаптылыққа тарту мәселесі қарастыру барысында бұл күрделі мәселелер. Себебі қандай да бір құқық қорғау орындарының қызметкерлері заңды мәлімет берген уақытта бұл қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтерінің толық жан-жақты болғандығын талдау қажет. Сонымен қылмыстық құқық бұзушылық дегеніміз бұл қылмыс ретінде, қылмыстық теріс ретінде қарастыратын болсақ, ал қылмыстық құқық бұзушылық құрамы бұл қылмыстық жауаптылықтың бірден-бір негізі ретінде қарастырылатын мәселелер. Қылмыстың құқық бұзушылық құрамының мәні бұл қылмыстық жауаптылықтың заңдық негіздерімен, дұрыс саралану шартымен, соттың жазаның түрімен мөлшерін немесе қылмыстық құқықтың сипаттағы басқа шараларды анықтау үшін негіздемемен, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын кепілдіктермен, сондай-ақ заңдылық, құқықтық тәртіп сақтау мен нығайтуға жағдай жасаумен көрінеді. Қылмыстық құқық теориясының күрделі мәселелерінің бір ретінде қылмыс құрамы ұғымы, қылмыс ұғымының арақатынасы туралы мәселе болып табылады. Сонымен біз айта кететін қылмыстың объектісі дегеніміз не? Біз жаңа айтып кеттік, 4 элементтен тұрады. Яғни қылмыстың объектісі дегеніміз бұл қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қарым-қатынастардың сипаты. Яғни қандай қоғамдық қарым-қатынас деген уақытта бұл жерде қылмыстық кодекстің ерекше бөлімімен тыйым салынған қоғамға қауіпті әрекет жасаған уақытта қылмыстық құқық қорғайтын заңмен қорғалатын белгілі мүдде мен игіліктерге қиянат жасайтынын көріп отырмыз. Яғни қылмыстық құқық бұзушылық объектісі бұл өз кезегінде 3 түрге бөлінеді. Жалпы объект, топтық немесе тікелей объекті деп аталынады теорияларда. Сонымен қатар топтық объектінің орнына тектік объект деп айтып жатылады. Жалпы объект дегеніміз қылмыстық заңмен қорғалатын, бұл барлық қылмыстық құқық бұзушылық үшін тән барлық қоғамдық қарым-қатынастардың жиынтығын айтамыз. Ал тектік объект дегеніміз бұл барлық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін емес, жекеленген қылмыстық, яғни бір-біріне ұқсас, бір тектес қоғамдық қарым-қатынастардың жиынтығынан тұрады. Тікелей объект бұл нақты бір қоғамдық қауіпті іс-әрекет жасау кезіндегі тікелей қол сұғылатын объект. Яғни сонымен бір сөзбен айтқан уақытта объект дегеніміз бұл қоғамдық қатынастар. Сондай-ақ бұл қылмыстық қол сұғушылық нәтижесінде зиян келтірілетін немесе зиян келтірілуі мүмкін осындай қол сұғушылықтардан қылмыстық заңмен қорғалатын мүдделер
мен объектілер болып табылады. Ал енді объективтік белгілері дегеніміз не? Бұл объективтік белгілері дегеніміз адамның, тұлғаның, жеке тұлғаның сыртқы көрінісін сипаттайтын белгілердің жиынтығы. Себебі қылмыстық құқық бұзушылық объектісін алып қарағанымызда, бұл жерде заң шығарушы осы объективті яғни сипаттайтын белгілердің қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің баптарында тікелей атап өтеді. Яғни тыйым салынған әрекеттер. Бұл негізгі белгілеріне тоқталатын болсақ, бұл қоғамға қауіпті іс-әрекет, қоғамға қауіпті зардап, қоғамға қауіпті іс-әрекет пен одан түскен зардаптардың арасындағы себептік байланыс. Сонымен қатар, бұл негізгі белгілердің қатарына жатса, факультатив белгілерге қоғамға қылмыстық құқық бұзушылықтың жасау әдісі, уақыты, орны, жағдайы, қаруы мен құралдары болып жатады. Енді қоғамға қауіпті іс-әрекет өз кезегінде бұл әрекет немесе әрекетсіздіктен тұрады. Зардап міндетті түрде осы істелінген іс-әрекеттің нәтижесінде туындауы қажет. Себебі бұл екеуінің арасындағы себептік байланысы заң шығарушы тікелей көрсетіп отыр. Егер де себептік байланыс қоғамға қауіпті іс-әрекет пен одан түскен зардаптың арасында тікелей болатын болса, ол зардабына байланысты қылмыстық жауаптылық қарастырылады да. Ал егер де себептік байланыс зардабы мен істелінген қоғамға қауіпті іс-әрекеттің арасында болмаса, онда ол істелінген қоғамға қауіпті іс-әрекет бойынша ғана қылмыстық жауаптылық қарастырылады. Бұдан шығатын қорытынды себептік байланыстың яғни тікелей себептік байланыс және кездейсоқ себептік байланыс деген екі түрге бөлеміз. Әрине, бұндай бөлу қылмыстық жауаптылыққа тарту барысында қылмыстық іс-әрекетті саралау, құқықтық баға беру барысында өз кезегінде ерекше орын алады. Сонымен қатар факультативті белгілер дегеніміз әдісі, уақыты, орны, жағдайы, қару мен құрал. Бұлар факультатив болғанымен міндетті түрде дәлелденуге жататын белгілердің қатарына жатады. Себебі аталған белгілер қылмыстық заңның ерекше бөлімінде көрсетілген жағдайда бұлар міндетті белгілердің қатарына ауысуы мүмкін. Айталық, тыйым салынған уақыт, тыйым салынған мерзім деген уақытта уақыт пен мерзімдер бұл болмаса тыйым салынған орында. Бұл жерде орын, белгілі бір құрал, қарумен жасалған қылмыстық әрекеттер деп заң шығарушы көрсеткен жағдайда бұлар факультатив белгілердің қатарынан шығып, олар қылмыстық құқық бұзушылық құрамының объективті белгілерінің ішіндегі міндетті белгілердің қатарына жатады. Айта кететін жай, аталған іс-әрекеттерді анықтау бұл қылмыстық құқық бұзушылықты саралауда, яғни ерекше орын алады. Мысалы, қылмыстың жасалу тәсілдері бұл өз кезегінде ерекше орын алатын нәрсе. Ол айталық меншікке қарсы қылмыстардың ішінде қарастыратын болсақ, жасырын тәсілмен бөтеннің мүлкін жымқыру, ашықтан ашық, болмаса күш қолданамын деп қорқыту арқылы жасалған қылмыстық іс-әрекеттерді қарайтын болсақ, ұрлық, тонау, қарақшылық сияқты. Бұл жерде қылмыстың жасалу тәсілдері арқылы қылмыстық іс-әрекет бір-бірінен ажыратылып отыр. Яғни кез келген қылмыстық сипатқа ие болу үшін әрекет пен әрекетсіз міндетті түрде ерікті болуы керек. Онсыз ол еркінен тыс болуы мүмкін емес. Ал енді қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағына байланысты қылмыс құрамдарын қарайтын болсақ, бұл материалды, формальды, болмаса қысқартылған қылмыс құрамдары деп айтамыз. Яғни іс-әрекеттің алғашқы жасалу сатыларының бірінде қандай қылмыстық іс-әрекет аяқталатындығын көрсетеді. Немесе айта кетелік, материалды қылмыс құрамы дегеніміз бұл белгілі бір зардаптың түсуін қажет ететін қандай да бір қоғамға қауіпсіз әрекет жасалғандағы құрам материалды құрам деп аталынады. Ал белгілі бір зардаптың түсуін қажет етпейтін, яғни қоғамға қауіпсіз әрекеттің жасалған жеткілікті құрамды біз ол формальды қылмыс құрамы дейміз. Ал қылмыстың жасалу сатыларының алдыңғы бірінде аяқталған қылмыстық әрекеттерді қысқартылған немесе келте қылмыс құрамы деп айтамыз. Себебі заң шығарушы бұндай бөлуді қылмыстық іс-әрекеттің жауаптылыққа тарту мәселесін қарастырған уақытта өте қажет.
қылмыстың субъектісі бұл ең басты қылмыстық кодекстің заң шығарушы айтып кеткен, бұл ақыл есі дұрыс, қылмыстық заңда көрсетілген белгілі бір жасқа жеткен жеке тұлға дейді. Ақыл есі дұрыс дегеніміз бұл өзінің істеген іс-әрекетіне жауап бере алатын және оны басқара алатын тұлға. Қылмыстың субъектісінде заң шығарушы бұл қылмыстық кодекстің көрсеткендей 16 жастан бастап тартылады деп аталған. Бірақ жекеленген қылмыстар бойынша қылмыстың субъектісі 14 жастан бастап тартылады. Себебі айталық есі дұрыс тұлғаның өзінің істеген іс-әрекетіне сол 14 жасқа толған уақытта медициналық сипатта алып қарайтын болсақ, сол іс-әрекетіне өзі толық жан-жақты жауап бере алатынын көрсеткендіктен осындай қылмыстық іс-әрекеттерді 14 жастан бастап тартылатындығын көрсетіп отыр. Қылмыстың субъектісі қарастырған уақытта міндетті түрде бұл біз үш белгісін: ақыл есінің дұрыстығы, қылмыстық заңда көрсетілген жасқа толуы және жеке тұлға болуы. Бұл үш белгі міндетті түрде. Ал енді ақыл есі дұрыс емес тұлға, оның бұндай тұлғалар қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін емес. Себебі олар өзінің істеген іс-әрекетіне жауап бере алмайды және толық жан-жақты басқара алмайды. Ал енді қылмыстық құқық бұзушылықтың арнайы субъектісі деген ұғым бар қылмыстық заңда. Яғни бұл жерде біз арнайы субъектіні жалпы субъекттен ажырату үшін жаңағы үш белгіні біз айтып өткендей, үш белгі мен қатар заң шығарушы қосымша белгілерді қажет ететін субъекті арнайы субъекті деп аталынады. Мысалы, ол қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Арнайы субъектілердің құрамына, мысалы белгілеріне, бұл азаматтығына қарай, жынысына қарай, отбасылық туысына қарай, қызмет бабына, кәсіби міндетіне қарай, әскери қызметінің қатыстылығына қарай, басқа да негіздерге қарай осы белгілер бар субъектілер арнайы субъекті деп аталады. Мысалы, азаматтығына қарай бір мысал келтіре кететін болсақ, азаматтығына қарай субъекті дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының азаматы, азаматтығы жоқ адам, шетел азаматы. Мысалы, отанға опасыздық жасау немесе шпиондық әрекеттер жасау барысында ол қылмыстың субъектісі осы арнайы субъектіге айналады. Яғни бұл жерде біз заң шығарушы аталған қылмыстарды бір-бірінен азаматтығына қарай ажыратып отыр. Енді қылмыстың субъектісінде жаңа айтып кеттік, міндетті түрде бұл ақыл есінің дұрыстығы қарастырылады. Әрине, қылмыстың келесі бір элементтерінің бірі субъективтік жағы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы дегеніміз бұл адамның ішкі дүниесі, яғни сол істелініп отқан іс-әрекетке психикалық қарым-қатынасын айтамыз. Қылмыстың субъективтік жағы өз кезегінде бұл негізгі белгі кінә және себеп пен мақсаттан тұрады. Кінә қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының міндетті белгісі ретінде қарастыратын естен шығармауымыз керек. Кінә болмаған күнде қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамында болмайды. Бұл субъективтік жақтың қылмыстық құқық бұзушылықтың істі қылмыс емес екендігінен ажыратып бөліп отыратын негізгі белгісі ретінде қарастырылатын түсінуіміз қажет. Айталық, кінәсіз адамды зиян келтірген үшін қылмыстық жауаптылыққа жол берілмейді. Сондықтан да кінә міндетті түрде дәлелденуі тиіс. Кінәнің біз нысандарын қарастыратын болсақ, бұл жерде екі, яғни тікелей қасақаналық ниетпен және абайсыздық ниетпен жасалынатын қылмыстық іс-әрекеттер. Тікелей қасақаналық ниетпен жасалынатын қылмыс дегеніміз қылмыстық заңда көрсетілгендей, бұл өзінің қоғамға қауіпті іс-әрекетін қоғамға қауіпті екенін біледі, одан белгілі бір зардаптардың түсуін болмай қоймайтынын түсінеді және сондай зардаптардың түсуін қалап немесе тілеп істеуін бұл тікелей қасақаналық дейміз. Ал жанама қасақаналық дегеніміз бұл белгілі бір сондай іс-әрекеттерге саналы түрде жол беруін қарастырамыз. Яғни бұл жерде айырмашылығы олардың бірінші жағдайда тікелей қасақаналықта тілеп істеуі болса, екінші жағдайда саналы түрде жол беруі. Ал енді абайсызда жасалған қылмыстық іс-әрекеттерді қарастыратын болсақ, бұл жерде де қылмыстық заңда тікелей көрсетілген.
Себебі абайсызда жасалынатын қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық біз бұдан бұрынғы дәрістерде айтқанымыздай қылмыс санаттарында мысалы екі түрін көрсетілген. Қылмыстық құқық бұзушылықтың екі түрі, яғни онша ауыр емес, ауырлығы орташа қылмыстық іс-әрекеттер бойынша. Жалпы біз абайсызда жасалынған қылмыстық іс-әрекеттер ол өзінің істеген іс-әрекетінің қоғамға қауіпті екенін алдын ала болжайды, бірақ ондай қауіпті іс-әрекеттерге белгілі бір зардаптарына түсуіне жол бермеймін деп істеу, я болмаса оны көріп білуге міндетті болған жағдайда, көріп білуге тиіс және міндетті болған жағдайда істелінетін қылмыстық іс-әрекеттер алдын ала көріп білмеуінің нәтижесінде туындайды. Бұл көріп отырсыңдар қылмыстық құқықта, яғни тәжірибеде бұл көбінде салақтық, яғни халатын іс бойынша жүргізілетін іс-әрекеттер. Қылмыстық субъективтік жағының екі нысанымен жасалынатын қылмыстық іс-әрекеттерде кездеседі. Яғни бұл жерде бір іс-әрекетте қоғамға қауіпті іс-әрекеттің яғни тікелей қасақаналықта және абайсыздықта болатын қылмыстық іс-әрекеттер бар. Егер қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасау нәтижесінде заң бойынша неғұрлым қатаң жазаға әкеліп соғатын адамның пиғылында болмаған ауыр зардаптар көтерілсе, мұндай зардаптар үшін қылмыстық жауаптылық егер адам олардың туындау мүмкіндігін алдын ала болжап білмеген болса, бірақ бұған жеткілікті негіздерсіз менмендікпен оларды болдырмауға болады деп есептеген, немесе бұл зардаптардың туындау мүмкіндігін алдын ала болжап білмеген, бірақ алдын ала болжап білуге тиіс және біле алатын болған жағдайда ғана туындайды деп атап көрсетеді. Көріп отырсыздар, бұл жағдайлардың барлығы да кінәнің қос нысанымен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар деп аталынады. Енді қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарын дұрыс анықтап белгілеуге кінәнің нысаны, қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалу себептері мен мақсаттарда ерекше орын алады. Себеп пен мақсат кез келген қылмыстық іс-әрекетті қарастырған уақытта белгілі бір себеппен жасалынатынын біз білеміз. Егер де ол себепті анықтау қылмыстық іс-әрекеттің ішкі құқықтық баға беруге өте қажетті ықпалын тигізеді. Мақсат әрине өз кезегінде себеп пен мақсат бұл ұқсас қылмыстарды бір-бірінен ажыратуға және қандай қылмыстық іс-әрекеттерде ол міндетті белгілердің қатарына жатады. Егер де аталған белгілер болмаған жағдайда ол қылмыстың құрамы болуы мүмкін емес. Мысалы жоғарыда айтып өткеніміздей ұрлықтың мысалы жасырын бөтеннің мүлкін жымқыру болатын болса, бұл міндетті түрде пайдақорлық мақсатпен жасалынатын қылмыс. Яғни субъективтік жағының белгісі мақсат бұл жерде пайдақорлық болып тұр. Ұрлық тек қана пайдақорлық мақсатта жасалынады. Егер де осы қылмыстық құқық бұзушылық құрамында пайдақорлық мақсат болмаса, ондай бұндай қылмыстық іс-әрекеттің болуы мүмкін емес. Сонымен біз сіздерде қарап отырғанымыздай қылмыстық құқық бұзушылық құрамының қысқаша ғана объективтік жағы, субъективтік жағы деген элементтеріне бағыт-бағдар беріп кеттік. Мүмкіндігінше бұдан ары қарай сіздер өздіктеріңізден оқып, бұнымен танысасыздар. Жалпы бұны басқа сабақтарды қарастыру барысында біз ылғи да осы құқық бұзушылық элементтеріне тоқтап отырамыз. Ерекше бөлімге өткен уақытта әрбір баптар бойынша талдау жасаймыз. Сонымен қорыта айтқанда, бұл қылмыстық құқық бұзушылық дағы ерекше орын алатын элементтердің негізгілерінің бірі болып табылады. Сондықтан да аталған қылмыстық құқық бұзушылық құрамын қылмыстық жауаптылықтың бірден-бір негізі деп заң шығарушы айтып өткен. Құрметті студенттер, осымен дәрісіміз аяқталды. Қалған сұрақтарды біз келесі дәрістерде айтып сіздерге жеткіземіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.